Қазір сіздің жасыңыз 33-те ғой. Иә, 33. Қанша балаңыз бар? 8 балам бар. Қызыңыздың жасы нешеде? 15-те. Ерлі зайыпты үйден келіп қызыңызды сұрап алып кете ме? Аха, Қайда алып кетеді? Өздерінің үйлеріне. Ары қарай алып кетіп үйде не болыпты? Зорлағанын білдім. Қалайша? Сол үйден сұрап алып кеткеннен үйіне апарып, ішкізіп, зорлапты екеуі де. 15 жасар қыздың қыздық пердесі сау ма? Менің үйде жоқтығым пайдаланып, қызымды әкесі зорлапты. Тоқтаңызшы, мына 15 жасар қызды туған әкесі зорлаған ба? Иә, туған әкесі зорлаған. Содан кейін ерлі зайыпты тағы да зорлапты ма? Одан кейін ерлі зайыпты біле тұра соны зорлап істеп отыр. Сіз енді анасы ретінде қайда қарадыңыз? Кіріп қалғаным кезде, сол кезде көріп қалам ғой мен. Нені көресіз? Тыр жалаңаш жатқанын көремін. Кімнің? Жолдасымның. Қасында? Қызымды шешіндіріп жатқанын көремін. Жаңағы ерлі зайыпты бостандықта ма, әлде изоляторда ма? Бостандықта жүр. Қыздығыңыздан қашан айырылдыңыз? Кешірім сұрайын бұл сұраққа. 14 жасымда. Айырған кім? Папа. Мына екі қолымнан алды да, сонымен төсекке қарай лақтырып жіберді өзімен өзі. И үстіме шығып алды да, екі қолымнан білегімнен басып ұстап алды. Біздің құқықты бөгеп жатсыздар ма сонда, шықпай тұрсын деп? Кім тапсырма берген шықпай тұрсын деп? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен Руслан Өтепбай. Дәл қазір мен Жамбыл облысы Қордай ауданына келдім. Қордайлық Айман есімді келіншек редакциямыздан көмек сұрайды. Айтуынша, оның 15 жасар қызын ерлі зайыпты үйіне алдап шақырып зорлаған. Мәселенің ақ-қарасын білу үшін дәл қазір Айманмен және 15 жасар қызбен сұхбаттасып көреміз. Бейбітшілік көшесінде орналасқан Айман ханымның үйіне келдік. Саламатсыз. Аймансыз ба? Иә. Мен Руслан Өтепбай. Кіруге рұқсат па? Рұқсат ала, сәлеметсіз ба? Камерамен кіруге рұқсат қой? Иә. Микрофон тағып жіберейін, иә? Үйде кім бар? Үйде қазір бала шағам садикте. Осы жерде тұрасыздар ғой? Иә, осы жақта тұрамыз. Қанша жыл болды тұрғаныңызға? 3-4 жыл болды аға. Бала шағамен, иә? Бала шағамен аға осы. Времянкада тұрамыз, мына үйіміз аварийный ғой. Келіңіз аға. Осы Жамбыл облысының тумасы, Қордай ауданында тұрам. Осы мен қазір таңда күйеуім қайтыс болған. Қазір сіздің жасыңыз 33-те ғой? Иә, 33-те. Қанша балаңыз бар? 8 балам бар. Барлығы бір күйеуден бе? Бір күйеуден, иә. Маған хабарласқан сіздің сіңіліңіз. Аха. Одан кейін мен алып ұшып келдім. Қандай мәселе болып жатыр? Қазіргі таңда мен осы жекжатым болған. Осы 2028 августтан бастап жақсы араласып жүргенбіз, 2024 жылдан бастап. Үшінші қызыма кіндік әке кіндік шеше сайлағам. Жеңіс деген, Аида деген сол екеуі. Ерлі зайыпты ма? Ерлі зайыпты, аха. Қазіргі таңда сонымен іс қаралып жатыр. Қандай іс тұрса ашып айтыңыз, қандай іс? Мошенничество жайлы іс қозғалып жатыр. Одан кейін? Одан кейін соның ортасында менің қызымды зорлаған, үйден алып кеткені рас, сол зорлады деген айыппен қазір біліп отырмын мен 2 айдың ішінде. Қызыңыздың жасы нешеде? 15-те. Сонда жаңағы ерлі зайыпты үйден келіп қызыңызды сұрап алып кете ме? Аха, қайда алып кетеді? Өздерінің үйлеріне. Не себепті? Баласының жанкүйері болып, футболдан жанкүйері болып, соған болельщик болып қатыссын деп қызымды алып кеткен болатын, сол күні сұрап. Ары қарай алып кетіп үйде не болыпты? Зорлағанын білдім. Қалайша? Сол үйден сұрап алып кеткеннен үйіне апарып, ішкізіп, зорлапты екеуі де. 15 жасар қызға арақ берген бе? Иә. Қызыңыз ішкен бе оны? Ішіпті. Заставить еткен ғой. Күштеп ішкізген. Сосын зорлық қалай болыпты? Екеуі, қарашы, ерлі зайыпты деп отырсыз ғой. Еркегі зорлады ма әлде әйелде бар ма сол неде, процесте? Әйелде бар, еркегі де бар.
В общем, қазір осы сұрақта қызымның айтуынша, в общем, күйеуі ана жыныстық мүшесін қызыма салып тұрғызып алғанда әйеліне ары қарай істеген, сөйтіп бірнеше рет істеген ғой. Сіз қызыңызды гинекологқа апардыңыз ба? Апардық, аха. Гинеколог не деді? Гинеколог болғанда экспертизаға апардық, оның бәрін тергеу жүріп жатыр, мен білмеймін ол жағын. Сараптама алынды. Сараптамасы тоже білмеймін аға. Жоқ, сол экспертиза деген негізі сараптама ғой. тапсырдық біз, аха. Мынандай сұрақ қояйыншы, ауыр болса да енді міндетім, 15 жасар қыздың қыздық пердесі сау ма? Жоқ, негізі бұл менің жолдасым, менің екінші қызым қатты ауырған эпилепсиямен 2023-тен бастап. Сол кезде мен больницаға тасып жүрген кезде менің үйде жоқтығым пайдаланып қызымды әкесі зорлапты. Соны білген кезде біз қызметтік органдарға барып жазамыз деген кезде өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Тоқтаңызшы, мына 15 жасар қызды туған әкесі зорлаған ба? Иә, туған әкесі зорлаған. Содан кейін ерлі зайыпты тағы да зорлап тұр ма? Одан кейін ерлі зайыпты біле тұра соны зорлап істеп отыр. Сіз енді анасы ретінде қайда қарадыңыз? Екі жағдайда да енді сіз жауаптысыз ғой анасы ретінде. Қайда болдыңыз? Неге жауап бере алмадыңыз? Айтып жатырмын ғой, мен екінші қызым талма аурумен қайта ауыра берген соң мен больницаға тасып жүрдім ортада. Сол кезде мен білген жоқпын. Әкесі үйде 15 жасар қызбен қала ма? Бала шағаммен бәрі, 14-те бала шағам бәрімен қалған уақыт болатын. Ол кезде бала шағамды айтпаған, бұл бала шағам бәрін қорқытқан ол. Содан мен білмеген. Бауырларының көзінше зорлаған ба әкесі? Әлде бауырларын жаңағы шығарып жіберген ба? Сіздің 8 балаңыз бар ғой? 8 балам бар, сол. Тұңғышы ма? Тұңғышы, иә. Зорланып отырған қыз, жәбірленуші тұңғышы. Сонда қалған кенжелердің барлығын шығарып жіберіп, тұңғышты алып қалып зорлаған ба? Қалай болған? Бізде екі үй болып тұр ғой. Иә, жаңа кіреберістегі үй. Сол ана үлкен үйде апарып зорлаған ғой. Ал қалған балалар осы үйде болған? Осы үйде болған. Олар білмеген бе, білген бе? Білмеген. Жақсы. Міне. Ол кейіннен мен өзім бір күні сезіктеніп, күдіктеніп жүрген кезде, мен бір күні осы туған күнім болған кезде, в общем, сол үлкен қызым сол жаққа ұйықтап жатқан, сосын мен түнде барып сол сезіктеніп, барып соны қарап келейін, не ұйықтап жатыр ма екен, кел деп, мен қасыма жат деп айтайын деп кіріп қалғаным кезде, сол кезде көріп қалам ғой мен. Нені көресіз? Тыр жалаңаш жатқанын көремін. Кімнің? Жолдасымның. Қасында? Қызымды шешіндіріп жатқанын көремін. Сол кезден бастап мен ажырасам деп, ол күйеуіммен арыз жазам деп паника көтеріп шулап жүрген кезде, соны әке-шешем айтып барып арыз жазамыз деп жатқанда өз-өзіне қол жұмсап өліп отыр. Қараңызшы, сіз үйге кірген кезде сіздің күйеуіңіз, яғни қыздың әкесі тыр жалаңаш қызының қасында жатыр ма? Қызын шешіндіріп жатыр. Ал қызының реакциясы қандай? Ұйықтап жатқан. Ол білмейді ғой демек. Білмейді, иә. Енді мен сізге сұрақ қойдым ба, қызыңыздың қыздық пердесі таза ма деп? Енді сұрадым ғой кейін қызымнан. Иә. Сол кезде мама зорлады деп айтты ғой. Кім? Қызым. Зорлаған әкесі деді ме? Әкесі деп айтты, иә. Жақсы. Енді көрерменге түсінікті болу үшін ең бірінші зорлық, яғни әкесінен зәбір көрген ғой қыз. Ол қай жылы? 2024-те. Міне 2024-те әкесінен зәбір көреді. Одан кейін неше айдан кейін ерлі зайыптыдан зәбір көреді? 24-те жазда болса бір 7-8 айдан кейін болып тұр ғой. Ерлі зайыптан зәбір көреді. Қазір енді осы соңғы зәбір көргеннен 2 ай өтті ғой. Иә, 2 ай өтті, арыз жаздым мен. Бірақ жаңағы ерлі зайыпты бостандықта ма, әлде изоляторда ма? Бостандықта жүр. Сіз осы сұрақты прокуратураға қойдыңыз ба? Не себепті бұлар бостандықта деп? Анықталып жатыр деп айтты. Экспертиза шыққан жоқ деді. В общем, сондайлар шыққан жоқ деді, сондықтан солар бостандықта жүр деді. Анықталғанға дейін неге прокурор санкция бермейді, қамауға деп айтқан жоқсыз ба? О жағын білмеймін аға, о жағын. Сіздерде адвокат қорғаушы бар ма? Бар. Жұмыс істеп жатыр ма? Иә, жұмыс істеп жатыр. Қазір енді сезім жағдайы қалай? Сезім жағдайы қазір жақсы, қасымда жүр. Психологтармен де сөйлестік. Қазір атасының үйінде келатыр жолда. Ауылдан жіберген болатын, каникул ғой қазір. Сол аталарымен келе жатыр қазір. Қызыңыз қай сыныпты бітірді? 10-ды бітірді. 11-ге ауысты ғой, иә? Иә, 11 сыныпты ауысты. Қабілет қарымы
ақылы бәрі ойдағыдай ма? ойдағыдай, иә. Ешқандай бір тежеулер жоқ па? Ауырмайды ештеңемен. Бәрі сап-сау адам. Мына әкесіне зәбір көрді ғой. Иә. Сол кезде психологтармен жұмыс істедіңіздер ме? Қызды өмірге бейімдеу үшін. Әкесі қайтыс болғаннан кейін біз особо ешкімге айтпадық, потому что ертең қыздың өміріне бұл әсер ететін шығар деп ойлап ешкімге айтпай, сол өзіміз түсіндіріп айтып өз-өзіне қол жұмсап өлгеннен кейін өзінің жазасын алып кетті деп қана тыныш жауып қойған болатынбыз. Бұны тек туыстарының бір-екі адам ғана біледі, санаулы адам біледі. Санаулы адам біледі. Мамам, сіңлім, папам сол сияқты. Ал сіз негізі осы мәселені естігеннен кейін полицияға арыз жазғыңыз келді ғой? Иә, арыз жазғым кеп, міне барамыз дегенде күйеуім өз-өзіне қол жұмсап өліп отыр ғой. Жақсы. Енді күйеуіңіздің мәселесі белгілі болды. Енді мына ерлі зайыптыға тоқталайықшы. Ерлі зайыптымен сіздің қандай байланыс бар? Жаңа айтып қалдыңыз, жекжат дедіңіз. Туыстық қарым-қатынас бар ма әлде? Жекжат болғанда бұл күйеуімнің таныстары. 2009 жылдан бері бұл күйеуімен бірге интернатта өскен, күйеуі сөйтіп араласып кеткен. Отбасылық дос қой. Иә, отбасылық дос. Сондықтан біз көп жылдай араласпай кеткенбіз, ауылда тұрдық, өйткені Қарасайда. Содан кейін осы Қордайға көшіп келгеннен кейін 28 августта той берген болатын. 2 балам сүндетке отырғызған мен. 3 балам бар ұлдан. Сол 2 балам сүндетке отырғызып, кіші баламды тұсау кесер жасағанбыз. Сол кезде 3-ші қызыма кіндік әке, кіндік шеше сайлаған болатынмын. Жақсы. Содан бері етене жақын араласасыздар. Иә, жақын. Енді осы жағдай болғаннан кейін, қызыңыз шырылдап айтып келгеннен кейін сіз ерлі зайыптымен сөйлестіңіз бе? Жоқ, сөйлескен жоқпын, тек қана барып арыз жаздым. Арыз жаздыңыз. Беттестіру бір нәрсе болды ма? Беттестіру әлі ештеңе болған жоқ. Енді жаңа айтып қалдыңыз, тергеліп отыр. алаяқтық бойынша іс қозғалды деп. Ол не іс? Бұл іс, в общем, осы 24-тен бері қатты араласқаннан кейін маған бизнес ашамыз, мен саған көмектесемін. Кім айтты? Осы Аида деген жекжатым. Сол мен сенің бала-шағаң, ол кезде күйеуім қайтыс болып кетті уже. Содан кейін мен сіздің жағдайыңызды көтергенге көмектесем, бүйтем, сөйтем деп мені осы не бойынша, в общем, үйін как раз 2,5% кредит беріп жатқан өкіметтен үлкен суммада. Сол кезде үйімді залогқа қойып, үлкен сумма кредит алып, бизнес бастаймыз деген болатын. Осы үйді залогқа қоямыз деді ма? Жоқ, өз үйін. Қанша адамнан жаңағы келіншекке арыз түскен алаяқтық бойынша? Қанша адамнан болғанда. Қазір жағдайда мойындамай отыр ғой, бәрін маған салып отыр ғой. Ештеңені мойындап отқан жоқ, алған жоқпын, ештеңені алған жоқпын деп тұр ғой. Ал сіздің қандай кінәңіз бар бұл жерде? Әлде сіздің қандай қатысыңыз бар деп сұрайыншы? Менің қатысым осы мен қосылып елден ақша алып бергенім. Маған айтты, менде таныстарым бар деді, үй алып беретін деді. Осыдан басталды негізі. Содан кейін мен бірінші өзімді бастады. Айман, сен маған таныстарым бар, үй алып беретін. И ақшаңды берсең, үй алып береміз деді. Қанша ақша бердіңіз? Мен оған 300 мың ақша бердім. Өзім лично. Міне қараңыз енді. Елге түсінікті болу үшін. Жаңағы келіншек сізге келіп, сіз көп балалы анасыз, мен сізге үй алып берем деп 300 мың теңге сізден алады. Алады. Одан кейін не болады? 300 мың теңге алады. И менің кредиттерім бар болған. Кредитіңді жауып берем, мен таныстарым бар деді. Жарайды деп, оған да ақша берді. Қанша ақша алады? 95 мың теңге ақша. Міне, жалпы сомасы 395 мың теңге бересіз келіншекке. Одан кейін сөйтіп сөйтіп алады. Содан кейін уже ақшамды бергеннен кейін уже қасында жүрдім мен. Содан кейін айлар өте берді. Содан кейін мына папамның кредиттерін төлей алмай қалдым. Папаңыздың несиесі қарызы қанша? 7,5 миллионға. 7,5 миллион теңге. Оны да сіз енді кепілдік берген шығарсыз әкеңізге, менің құрбым. Иә, папам айттым ғой, мен жекжатым, енді алдамайтын шығар бізді деп. Иә. Содан кейін бәрін істеп берем деп тұр, сеніп соған нетейік деп неттім, сеніп жүрдім мен осы күнге шейін. Міне, тағы сұрақ, 395 мыңды сіз пәтер алу үшін, одан кейін несие жабу үшін бердіңіз. Ал 7,5 миллион теңгені Аидаға не үшін бердіңіздер? Мотивация қандай, не үшін? Кредит шығару үшін. Документін сылтаулай берді. Не алу керек деді. В общем, Таразға барып документін нотариустан өткізуім керек деді. Документімді жасау керек деді. Мақсат бизнес партнер болу үшін ғой. Иә, енді сол бизнесті ашамыз деді. Қандай бизнес ашамыз деді? Садик салып, сол садикті жүргіземіз деп айтты. Сіз соған сеніп қалдыңыз ғой. Иә. Қазір сіз бұл істе күдіктісіз ба, жәбірленушісіз ба? Мен қазір күдіктімін. Демек,
тағы да Айман да күдікті, иә? Аида да күдікті. Аида да күдікті, Айман да, сіз өзіңіз де күдіктісіз. Иә. Ал қанша жәбірленуші бар? 6, почти 10. 10. Олардың барлығының талабы ақшасын қайтарып алу, Иә. иә? Олардың ақшасы қанша? Жәбірленуші бәрін қосқанда. Бәрін қосқанда где-то 30 миллиондай. 30 миллиондай? Ол енді аса ауыр болып саналады. Иә. Бұл жерге сіздің қатысыңыз жоқ па бұл істе? Қатысым бар болып тұр ғой. Қандай қатысыңыз бар? Өйткені мен Аидаға сеніп, мына нелерді, үйдің ақшасын үй береді деп, аналардың үй ақшаларын алып беріп отырмын ғой. Кімнен алып бердіңіз, соны айтыңызшы, осы жерін ашып айтыңыз. Елден алып бердім. Ол елдер сізге таныс ел ғой енді. Иә, таныс, өзім бұрыннан істеп жүргенде, акиматта істеп жүргенде таныстарым, в общем, таныстарым ғой. Иә, бір адамнан шамамен неше теңге алдыңыз? Аидаға бердіңіз одан. В общем, бөліп беріп жатып, бір адамнан 1.200.000, біреуіне 8 миллион, в общем, солай кетті. Қазір енді ол адамдар ақшасын менен талап етіп отыр. Өйткені сізге берді. Иә. Сіз Аидаға бердіңіз. Мен Аидаға бергеніңізді растайтын дәлел бар ма сізде? Бар, Каспий. Оны сіз тергеушілерге көрсеттіңіз. Беріп жатырмын, аха. Қазір соттан келатсыз ғой сіз, иә? Сот қазір қалдырды, кейінге шегерілді тағы да. Болған жоқ па мүлдем бүгін? Бүгін болды. Не шешілді? Свет өшіп қалды, кейінге біріне қалдырды ғой. Сол болған кезде не айтылды сотта? Осы болған оқиға туралы. Тағы бір сұрақ қоямын, бірақ маған шын айтыңыз, иә? Халықтың берген ақшасынан өз үлесіңізді алып қалдыңыз ба, әлде барлығын қалай алдыңыз, солай бердіңіз ба? Маған өз үлесім болғанда, маған жолыма, бала-шағам тамағына беріп отырды Аида. Ол халықтың ақшасынан ба, әлде өзінің қалтасынан берді ма? Халықтың ақшасынан берді. Сол түскен ақшадан беріп отырды ғой. Қазір енді халық сізге келіп жатыр ғой үйге, ақшаны сұрап, сіз не деп жатсыз? Мен айтып жатырмын, барып арыз жазыңыздар енді деп тұрмын. Мен төлеп беретін ақшам жоқ өйткені. Жақсы. Ал мына осы алаяқтық ісі басталғаннан кейін барып 15 жасар қыздың ісі шықты ма жоғарыға? Қалай шықты бұл? Осыны тергеп жатып, осы қызым өзі барып сіңліме айтып берген барлығы. Бізге хабарласқан, сіңліңізге айтқан. Иә. Аида мен Жеңіс осы айыпты мойындап тұр ма, әлде мойындамай ма? Мойындап тұрған жоқ. Ал алаяқтықты ше? Оны да мойындап тұрған жоқ. Ештеңені мойындап тұрған жоқ. Ал сіз халықтан алған ақшаңызды мойындайсыз? Мойындаймын, иә. Алып қосарыңыз бар ма? Тек қана әділдікті тілеймін, басқа алып қосарым жоқ. Жақсы, бірақ сіз бізге бұл алаяқтық бойынша емес, қызыңыздың ісі бойынша хабарластыңыз, иә? Солай түсінемін ғой? Иә. Енді қызымның құқығы қорғалса екен деймін, басқа. Сол жүр ғой тайраңдап. Ештеңені мойындап тұрған жоқ. Істеген жоқпыз деп. Қызыңыз қайда? Қызым қазір келу керек. Атасымен бірге ме? Атасымен. Нағашы атасының қолында ма қазір? Нағашы атасының қолында, иә. Сіздің өзіңіздің анаңыз бар ма? Бар. Ол кісілер осы жақын маңайда тұра ма? 130 километрда жолда келе жатыр. Шақырған болатынбыз. Сіз жұмыс істейсіз бе бір жерде? Бұрын істегем, қазір істемеймін, үйдемін. Қазір сол пособияға күн көріп отырсыз ғой? Балаларыңыздың ең үлкені 15-те? 15-те. Ең кішісі ше? 2-де. 2-де? Қызыңыз мынандай жағдайға тап болды. Өзіңіз тағы да бір істе күдіктісіз. Неге бұлай сыналып кеттіңіздер? Бауырларыңыз бар ма? Бар. Олар қандай да бір көмек бере ма сізге? Қолдарынан келгенше. Өзіңіз сұрақ қояйын енді, ауыр болса кешірім сұрайым. Ішесіз бе? Той томалақта ішемін, былай күнделікті ішпеймін. Қаншалықты ішесіз? Ол сұрақты бекер қойған жоқпын. 8 балаңыз бар, жаңа сыртта балалардың бәрін көрдім ғой. Қаншалықты ішсем де мен есімді бәрін білемін, мынандай жаман қылық істемеймін. И осы істерді істеп жүрген кезде Аида күнде келіп ішкізетін мені. Ал ішпей қоюға болмай ма? Ішпей қоюға заставлять етіп ішкізетін. Қызыңызды да сөйтіп мәжбүрлеп ішкізген бе? Иә. Қызыңызды сол, бірақ сіздер 2 айдан кейін білдіңіздер, сол күні сіздер ішкен ішпегенін растайтын зертханаға апармадыңыздар ғой? Қызыңызды? Жоқ, апармадық. Ал қызыңыз үйге келген кезде сіз көрдіңіз ба? Кетті ғой ерлі-зайыптың үйіне.
сосын қайтып келді ма келесі күні? Қашан келді? келді келесі күні. Бір күн қонып келді ма? Иә. Сіз неге бөтен үйге қызыңызды қонуға жібересіз? Мен сендім ғой оларға. Бүкіл қызды бала шағамды жіберіп отыратынмын, сұрап алып кететін жанымды қоймай. Неше рет алып кетіп жүрді осылай? Бір талай рет алып кетіп жүрді. Осы күйеуім қайтыс болғаннан кейін бала шағам бәрін алып кетіп жүрді. Жоқ, сіз енді күмән келмеді ма сізге? Неге бұлар менің бала шағама құмар болып кетті? Неге қызымды қонуға алып кетеді деп? Енді мен оларға сендім ғой. Одан кейін жарайды, қонып келді. Қызыңыз аман-есен үйге келді ғой. Сол кезде көрдіңіз ба, өзіңіз күтіп алдыңыз ба қызыңызды? Иә, күтіп алдым. Көңіл Үйде болдым. Көңіл күйі қалай болды? Көңіл күйі жоқ болды. Мен айттым, доча, не істедіңдер деп едім. Тағы да үйін жинатты деп айтты маған. Сосын, бірақ ол кезде Содан кейін сөйлемей барып жатып алды. Басқа ештеңе айтқан жоқ. сіз секем алған жоқсыз? Жоқ. Секем алған жоқпын. Маған қызыңыз хат жолдады ғой, білесіз, иә? Жоқ. Ол хатта барлығын баяндап берген. Сол кезде былай айтқан, сізден сұрайын. Ерлі зайыпты айтыпты қызыңызға. Әкен жасаған қылықты ұмыттырайын деп жатырмыз деп. Осындай әңгіме болған ба? Білмеймін, ол жағын болған ба. Бірақ қызымның айтуымен сол бәрі шындық деп ойлаймын, потому что қызым өтірік айтпайды ешқашан. Жақсы, онда қазір қызыңызды күтейік. Аха. Бір-екі сұрақ қойсам бола ма қызыңызға? Болады. Ардақты ағайын, дәл қазір үйге 15 жасар қыз келді. Анасының рұқсатымен мен кәмелетке толмаған қызбен сұхбат құратын боламын. Рұқсат бересіз ғой? Рұқсат. Жағдайыңыз, денсаулығыңыз бәрі дұрыс па? Иә. Мен танып тұрсыз ба? Иә. Мен сізге бола Алматыдан келіп тұрмын. Қазір бір-екі сұрақ қоям. Егер жауап бергіңіз келсе жауап беріңіз. Қиын болса, мен сізді түсінемін. Жақсы ма? Ең әуелі мына сұрақтан бастайыншы. Анаңызбен сұхбат құрдым, анаңыз айтады, туған әкесі қорлаған дейді. Рас па осы? Иә. Ол осы үйде болды ма? Үлкен үйде болды. Арғы үйде, иә? Иә. Ол кезде кім болды үйде? Ол кезде бәрі болған. Кешкісін ол кезде осындай жаз болған. Сол жазда мына үй ыстық болады. Содан үлкен үйге барып залға ұйықтап қалған. Кешке тамақ ішіп біткен соң. Ол кезде папа күндіз достарымен ішіп отырды арғы шетте. Содан кейін кешке қарай достармен бірге кетіп қалды. Сосын біз үйде жалғыз қалдық мамамен. Сонымен тамақ іштік. Папа жоқ әлі. Сонымен бардығында ұйықтап қалдым. Сонымен түнде кепті папа. Бірақ мен оны білген жоқпын. Мама айтты оны. Сосын сөйтіп папаның келгенін білмей ұйықтап жатқан жерімнен түнгі сағат 1 ма сондайларда уже андай көзімді ашсам папа тұр екен алдымда. Мен өзіме қарасам үстінде киімім жоқ, полный шешіндіріп салған. Өзім сезбедім, бірақ ол да тоже сондай болып тұр. Ол кезде папаңыз мас па? Иә. Енді мындай сұрақ қояйыншы, сол кезде жақын қарым-қатынас болған ба, әлде тек шешіндірген бе әкеңіз? Жақын қарым-қатынас болған. Оның алдында кішкентайымнан 5-6 сынып кезімде сол кездерде былай тиісіп жүретін. Қалай былай деген? Мен ол кезде қыз болғам. Қалай тиісіп жүретін? Қолмен тиісіп жүретін. Ал оны мамаға айтайын десем, папа күн бермейтін маған. Қалайша, қорқытатын ба? Иә, қорқытып, ұратын, тепкілейтін. Егер айтсаңыз, не істеймін дейтін? Айтсам өлтіріп тастаймын дейтін күнде. Сіз айтуға оқталып бердіңіз, бірақ ниеттеніп бердіңіз? Айтайын деп келдім, пападан қорқып жүрдім бірақ. Неге анаңыздан емес, басқа бір туған туысқандарыңызға айтпадыңыз сол кезде, 5-ші сынып кезінде? Қорықтыңыз ба? Мен ол кезде кішкентай болдым. Ол кезде только бауырларымды ғана тасып жүрдім садикке өзім, коляскаммен, сол кезде кішкентайымды. Күнде мама ол кезде түнде жұмысқа кететін, ақтайтын да мектепті шы. Сол кезде мама түнде жұмысқа кетіп қалған кезде папамен қалатынбыз. Ол тура солдың жанында ССО-да жұмыс істейтін. Сосын ол кезде біз алтауымыз
и бір комнатаға бәріміз бірге жатамыз да, бір төсекте. Содан бауырларым жанына ұйықтап қалған кезде келіп түнде маған тиісетін. Сосын мен Қандай әрекет жасайтын? Сосын мен ол ма? Иә. Ол Әкеңіз. андай құшақтап сүйіп сөйтетін. Әке мен қыздың арасындағы емес, ер мен әйелдің арасындағы қатынас жасай ма? Иә. Мен түсіндіңіз ғой, иә? Иә, сол кезде бастап сөйтіп істейді. Жақсы. Ол кезде сіз айтып қалдыңыз мен қызбын деп. Сіз қыздығыңыздан қашан айырылдыңыз? Кешірім сұрайын бұл сұраққа. 14 жасында. Айырған кім? Папа. Жаңағы түнгі бірде кіріп келген кезде болған оқиға ма? Иә. Ол кезде үйде шешеңіз бар ма еді? Бар болған, осы үйде ұйықтап жатқан. Сосын сіз енді түсіндіңіз ғой осындай жағдай болғанын. Ары қарай әрекетіңіз не болды? Жүгіріп келіп анаңызға айттыңыз ба әлде? Жоқ. Мен ол кезде тұрайын десем, папа мені ұрды ғой, бетімнен. Ұрды? Тұрма деп қысты ма Мен былай? ол кезде айғайладым, бірақ папа бетімнен бір ұрды жұдырықпен. Сосын Жап аузыңды деп. Сосын мен қорықтым, қорыққаннан даже дірілдеп еш нәрсе айта алған жоқ. одан кейін ұйықтап қалдыңыз. Ұйықтамадым, жылап жаттым. Міне ертең таң атты ғой. Иә, мен оны деген еще итердім, оны үстімнен түсіру үшін ше. Бірақ ол жібермейді да, мықтап қолымнан ұстап алған. Сонымен уже анау сөйлейін десең ұрады қайта-қайта. Сонымен болды, мынаны құтыла алмаймын дедім да, өзімді жібере салдым. Таң атты. Одан кейін сіз осы жайтты біреуге айттыңыз ба? Біреуге айтқанда, ешкімге айтқан жоқпын. Ол кезде мама өзі көрді, ұстап алды. Сол күні көрді ма? Бағана айтқаныңыз сол ма? Бірінші түні? Иә, бірақ мойындаған жоқ қой байым. Мойындаған жоқ. Қызымнан да сұрадым, мен тиіскен жоқпын деп. Соны қызымнан сұрасам, жоқ, тиіскен жоқ деді бұл. Сонымен ажырасам дедім ол. Бірақ артында айтты да, что қызымнан нақтылап сұраған кезде, что айтты, тиісті мама деп. Жоқ, қараңыздаршы, мен түсінбей жатырмын. Түнгі бірде мас күйде келеді дедіңіз ғой әкеңіз. Иә. Әкеңіз үйге түнгі бірде. Мен таңата көріп отырмын ғой оны. Иә, таңата сағат 4-5-те. Ол кезде болар іс болған уже. Иә. Сосын папа үйге мама есіктен кіріп келе жатқан кезде папа мен үстіне секіре салды да, өзі үстіне қалың көрпе жапты, мен үстіме сейсеп шаба салды да, арқа қарап ұйықтаған деп қалды. Міне сіз сол процессті көрдіңіз, одан кейін дереу ертеңіне неге құзырлы органға арыз жазбадыңыз күйеуіңіздің үстінен? Күйеуім айтты ғой, мен тиіскен жоқпын деп. Енді сіз қызыңыздан сұрамайсыз ба? Қызымнан да сұрадым бұл. Не дедіңіз сіз? Айтқан жоқ маған. Ештеңе айтқан жоқ қой. Неге айтпадыңыз? Қорықтыңыз ба? Ол кезде папа тұрды ғой. Жоқ, неге бөлек алып кетіп сұрамадыңыз ба? Жас қыз ғой енді. Сұрадым, мен талай рет сұрадым. Қызымның кінәсі осы жер болып тұр ғой, маған ештеңе айтпағандық болып тұр. Сіз қызды кінәламаңыз. Қыз енді ол кәмелетке толмаған ғой. Қызым кінәлап тұрған жоқпын, бірақ мен ештеңе білмегендік болып тұр ғой, менің кінәм бұл жерде. Жақсы. Сонымен сіз қашан айттыңыз анаңызға осы мәселені? Сол өтіп кеткеннен кейін айттым. Қанша уақыттан кейін? 2-3 ай. 2-3 ай, иә. 2-3 айдан кейін сіздің әрекет қандай болды? Барып жазамыз дедік біз. Содан кейін барып өз-өзіне қол жұмсап тұр ма? Қандай жағдайда қайтыс болды? Бірінші кеп асылды үйге, ана ағашқа асылды. Сосын мені қорқытты, бала шағыммен бірге өлтірем деп. Сізді қорқытты? Иә. Не себепті? Что ертең күні, в общем, мен сотталмай өзіңмен бірге ала кетем деп бүкіл бала шағам бәрін өлтірмекші болды. Сіздің күйеуіңіздің мақсаты негізі асылып қалу емес, түрмеге тоғытылмау, иә? Сол үшін қорқытып жүр ме солай? Иә. Одан кейін шын мәнісінде қалай асылып қалды? Қалай өз-өзіне қол жұмсады? Таңғы сағат осы 2-де, түнгі 2-де осы Аидалардың үйіне барған. Содан кейін мен қызымды сояққа жібергем. Сол кезде менің қызым маған айтпай, осы Аидаға айтып беріп отыр ғой, бүкіл нәрсенің бәрін. Сондай болған ба? Мен бүкіл нәрсені айтқан жоқпын. Айттым, сол Аида білген, осы Аида білгеннен кейін Аида кеп маған айтып отыр ғой маған. Сосын Аиданың үйіне түнде барған сағат 2-де. Күйеуім. Содан кейін таңғы сағат 4-те үйге мені өлтіру үшін келген, қолында, қалтасында отверткасы бар, пышағы бар. Сосын мен айттым, өлтір дедім, осы жерде отырдым, тура, өлтір дедім. Одан кейін не болды? Содан кейін жыладым мен, сосын өлтір, қорықпаймын сенен дедім. Сосын есікті отверткамен жапты да, менің өлгенімді терезеден қарап тұр деп, асылды барып. Сіздің көзіңізше ма? Менің көзім. Сіз есікті аша алмадыңыз?
мен есікті сындырып, асылған кезде есікті сындырып көршілерді шақырып құтқарып алып қалдым, тірі қалған ол кезде. Бұл ең бірінші рет асылғаны ғой. Одан кейін қалай бақилық болды? Сіз айтыңызшы, өз өзіңізге келіп алдыңыз, иә? Одан кейін мен бір күні сабақта отырамын. Одан кейін ол кезде папа больницада жатады. И ол кезде папа больницадан қашып кетті дейді. Оны үйде отқанда білгенбіз. И одан келесі күні мен сабаққа кеттім, сабақта оттым. Сосын папа маған жазып тұр. Не деп? Сезім, сен мені кешірші, сенмен жолығып, сенің алдыңнан кешірім сұрап, сосын барып сендердің өмірлерінен кетем деп. Алматыға барып, мен өзім тұрамын, жұмыс істеймін деп айтты. Сіз не дедіңіз? Түсіндіріпші. Сосын мен білмеймін дедім, мен бармаймын еш жаққа деп бір жаққа шақырған болатын. Қорықтыңыз ғой сіз баруға? Иә, қорықтым, может, өлтіріп кетесің шығар деп. Одан кейін анау вообще біздің өмірімізде кетпейді да. Мамаға звондап айтты, сезіммен сөйлесейінші, телефонмен қанша рет жоқ сөйлеспеймін онымен деп телефоннан алып тастайтын. Одан кейін папа өзім маған жазып тұр. Сосын Шақырған жеріне бардым. Қай жер ол? Ол осы Қордайда 51 жақта бір гостиница бар, ескі. Қонақ үйге шақырып тұр ма сізді? Бірақ андай істейді да, жұмыс. Сосын мен бардым, біз 51 мен осы жақын ғой бір-біріне. Жаяу бара салдым. Сонымен гостиницаның алдына барып, тура дарбатасының алдына барып тұрдым. Сосын анаған шық дедім. Далаға сөйлесесің ба? Сөйлес, ошақта. Сосын мен кетем дедім. Сіз мен кірмеймін бөлмеге дедіңіз ғой? Иә, мен кірмеймін. Дұрыс, одан кейін? Мен кірмеймін, двордың алдында тұрым, келін аяққа дедім. Сосын ол айтты маған, мен қазір ояқта емеспін, мен пиццама бір жаққа кетіп қалдым деді. Сен күте тұр, мен қазір келем. Маған айтады, сен ненің комнатаға кіре бер, мен қазір пицца анау барып, асықпай отырып сөйлесеміз дейді маған. Жоқ, сен ешнәрсен керек емес маған дедім да, двордың алдында тұрдым, жоқ анау. И сосын барып маған айтты, Сезімтай, пожалуйста, кірші, мен саған ешнәрсе істемеймін, просто так сөйлесеміз деді. Просто кешірім сұраймын, болды, сені таксиге отырғызып жіберем деді. Одан кейін мен кірдім. Бөлмеге кірдіңіз ба? Бөлмеге дегенде екінші этажға. Екінші қабатқа көтерілдім. Есіктің алдында тұрған кезде маған есікті аш деді. Бірақ ол комнатада жоқпын деді. Гостиницада жоқпын деді. Соң комнатаны ашып қалсам, душтан атып шықты. Тыр жалаңаш? Жоқ. Киіммен как положено, бірақ душтан атып шықты. Ол бағана пиццаға кетіп қалған адам болған. Сосын ары қарай мақсаты не болды? Одан кейін маған кір деді да, есік ашық тұрды. Сосын сөйлесті, маған жылап тұрып кешірім сұрап отты жанындашы. Кешірім сұрады, қайта бір 10 рет сұраған шығар кешірім. Одан кейін жанында отырды да, былай құшақта отырады ғой. Сөйтіп отырды бүйтіп, мойнынан аяқтан. Сөйтіп отқан кезде, сонымен болды, мен кетем деп сумкамды алып атқан кезде, анау, короче, екі қолымнан алды да, сонымен төсекке қарай лақтырып жіберді өзімен өзі. Мен түсінбей қалдым да. Сонымен уже мен анда қорыққаннан жылай бастадым, сосын ол барды да тұрды да есікті кілтеп қойды ішінен. Сосын ішіне кілтеп қойғаннан кейін мен сол төсекке лақтырды и үстіме шығып алды да, екі қолымнан білегінен басып ұстап алды. Сонымен мен ананы итердім қорыққан. И бір күні, бір кезде духымның бәрін жиналдым да, ана жерден бір тептім да, диваннан құлатып жібердім. Одан кейін есік жабық тұрды да, есікті итеріп атқан кезде есік өзімен өзі ашылып кетті. Одан кейін? Содан сумкам қолымда, одан кейін коридорға шығам, коридордан анау жүгіріп келеді да, менің бетіме ұра бастайды, жұдырықпен. Әкеңіз? Иә. Әкем өзімен өзі айғайлап маған жап аузыңды деп бетімнен ұрып қанат тастайды да, бетім ол кезде қанап жатыр барлық жер. Сөйтеді, сосын администратор келеді, сол қонақ үйдің. Администратор келеді да, ананы ұстап тұрады. Ол кезде ер азамат па, әйел адам ба? Әйел адам, орыс. Сосын мен орысша түсінбеймін да, қаттырша. Қыздың ба, анау деп отқан кезде папаны ұстап тұрды, комнатасына кіргізіпші. И сол кезде мен қаш кеттім да, далада тұр, такси ұстап тұрғам. Бірақ таксиден ешқайсысы тоқтамады. И анау бір кезде сол гостиницаның ішінен бүйтіп жүгіріп келеді да, двордан шығыпшы. Маған Сезім тоқташы, барлық адам бізге қарап тұр, сөйлесейік дейді. Сосын мен айттым, мен даже боқтадым оғаншы сол кезде. Боқтап бердім бетіне. И бір кезде сол гостиницада төбеден, екінші этаждан бір ата айғайлады. Анау папаға, тиіспе қызға, полиция шақырып қойып келеді деген кезде, анау сразу жүгіріп қашып кетті. Қайда қашып кетіпті?
сол гостиницадан поворот бар ғой, сол жаққа қарай жүгіріп кетіп баратты. Сосын мені администратор келді да қайттан ішке алып кетті, отырғызды полициялар келгенге дейін. Полиция келді, сіз полицияға түсініктеме жазып бердіңіз Иә, бе? түсініктеме жазып бердім. Одан кейін папаны іздедік. Сосын 2 сағат іздедік. Сол кезде бір кезде айтты. Сол 51 жақта этажканың артында винасын кесіп бөліп қалды деді маған. сіз барып көрдіңіз ба? Көрген жоқ. Мәйітті көрмедіңіз бе? Көрген жоқ. Мен де көрген жоқ, маған көрсетпеді. Аида болды мен жанымда. Айтты, что барма сен өлтірді деп кінәлайды, ертеңгі күні сен барма деп вообще жолатқан жоқ. Енді өлгеніне көз жеткіздіңіздер ме жалпы? Жоқ, мен вообще көрген жоқ. Жерлеу рәсіміне бардыңыздар ма? Болды Жерлеу ма? рәсімі осы жақтан Осы шықты, жақтан бірақ шықты. кірген жоқпын, көрген Көрген- жоқпын. Қазір мәйіті тұр ғой, иә? Бар ғой жері. Иә, бар. Қақпатас ауылында. Жақсы, бұл енді бірінші процесс. Одан кейін ерлі зайыпты. Аиданың темасы былай басталды. Папа қайтыс болғанда, қайтыс болмай тұрып негізі мен Аидаға өзім айттым, папаның зорлағанын шы. Неге айттыңыз оған? Неге анаңызға айтпадыңыз? Неге оған сендіңіз дегенім ғой. Жоқ, бірінші мен мамаға айттым. Одан кейін Аида ол кезде үйге келатты. Сосын мені ана үлкен үйге кіргізіп алып қолымнан жұлқып шы. Сол отыр деді да. Сосын айтты, сен папаң тиісті ма деп шы. Сосын мен айттым, я дедім. Қашаннан бері тиісіп жүр, осындай уақыттан бері тиісіп жүр дедім да. Сол мен Аида өтірік жынданғандай болып үйге шығып кетті. Шығып кетті, осы үйге келіп мама екеуі айғайлап отырған Аида. Мен үйге кірген жоқпын, далада оттым. Нақты іске көшейікші. Сізді сол келіншек анаңыздан сұрап үйіне алып кетіпті, иә? Сол күнге оралайықшы. Айтып Ол беріңізші басында. кезде сағат 7-8-дерде Аида кішкентай қызымен тамир істейтін. Сол екеуі үйге келген. Сосын мамалар маяқта чай дайындап оған қонақ күткендей күтті да. Сонымен анау бір бутылкасын көтеріп келіпті. Бір 0,5 па сондай. Аида ма? Иә, көк түсті бутылкада. Сол көтеріп келгеннен кейін сағат түнгі 11-ге дейін мама екеуі ішіп отырды. Ішіп отырды, Аиданың уже беті қызарып кеткен, бірақ нормально сөйлеп отырды. Ол кезде уже байы звондап отыр оған. Содан? Қашан шығасыңдар, болдыңдар ма деп шы. Сосын айтады, сіз телефоннан мен қазір барам, алып кетем деді Аидаға. Сосын күйеуі примерно 10-15 минуттан кейін келеді үйге. Мамалар ол кезде болады, чай ішіп, тамақ ішіп, ананы ішіп болғаннан кейін Аида күйеуі келгенде күйеуінің көзінше мамадан сұрайды. Сезімді алып кетейін деп едім, ертең Хангелді деген баласы Хангелдінің жарысына футболдан. Ертең болады екен, мен барайын десем беремін деймін деп жүрамаймын, мен үйтіп қолдап депші. Сосын сонымен сезім барып келсін деді. Сосын сезім барып келсін деген соң сіңілім бар да, екіншісі ауыратын эпилепсиямен. Сол мен де барам деп Аиданың жанында отырып жылап алды. Сосын Аидаға айтты, мен бармай-ақ қойыншы, мынаяқта сіңілім жылап жатыр ғой деп айтқаннан кейін Аида жоқ барасың. Арайға айтты, сосын Арай сен ертең таңғысын кел, сағат 11-ге таман деп. Жаңағы эпилепсиямен ауыратын қызға айтып отыр ғой. Сосын Арай жоқ, мен бармайым деп отқан соң қалды да. Болды, сезім шық далаға, тәпішкеңді ки бол депші. Анда жұлқып далаға шығарып жіберді да мені шы. Сіз рұқсат бердіңіз ба? Мама рұқсатын берді. Сіз өзіңіз қалап тұрсыз ба баруды? Жоқ, мен сіңілімді ойлап тұрмын да. Неге онда барасыз? Неге енді ол сіздің... Мен айттым, барғың келмесе бармай-ақ қой дедім. Аида қолыма айтты, сезім жүр деп айқайлап тұрып алдым мына жерде. Содан кейін сезім мама бара салайыншы деп. Сіздің қыз ғой енді. Енді мен барма деп айттым ғой. Жақсы, одан кейін бардыңыздар. Үйде не болды? Ол кезде есігінің алдына машинамен сол біз үйден шықтық. Үйден шығып баратқан кезде Аида былай өмірі темекі шегетін ғой. Темекі шегетін, сол магазинге тоқтады, темекісін алды. Сосын қайттан отырдық та, сонымен қайттан үйінің алдына бардық. Үйінің алдына барғаннан кейін уже маған айтты да, сенің артқа, мен артта отырдым да, сол сенің жаныңда бір бутылка арақ жату керек еді, соны ала салды, кухняға апарып қоя салшы деді. Сосын мен іздедім, аяқта киімдер шашылып жатыр да, соны жеңістің ша. Соны арасын таппадым, маяқта жоқ қой десем, дұрыстап қарашы, бар ғой деп, киімнен астына ашып қалсам, арақ тұр екен. Тура мамаға қандай алып келді, тура сондай. Сосын алып келді, сосын кухняға барып қоя сал деді да, сосын мен кухняға барып қойдым.
анау несе тамақ істейтін жеріне. Содан кейін мен отырып телефон қарапшы. Телефон қарап отқаннан кейін Аида бір кез телефонымды жұлып алды қолымнан. Неге? Білмеймін, телефонымды алды да жұлып алды. Сезім болды, әңгіме айтайық та отырсайшы депші. Телефонымды жұлып алды, өзінің жағына қойып қойды. Сосын уже өзімен өзі арақты ашып, андай кішкентай өзінің стаканы бар ғой, соған құйып жатыр. Бір емес, екеу. Сосын мен түсінбей отырмын. Сонымен Аида деген, кел әңгіме айтайық, сен мамаң жоқ қой, мынаяқта ешкімің жоқ қой, туысқандарың жоқ, емін еркін ашық әңгіме айта бер деді. Сосын мен айттым, жоқ, ішпеймін деп стаканды қолыма берді. Сосын мен қайтадан оған сырып жібердім да. Ішпеймін депші, мен вообще ішіп көрмеген адаммын деп. Сосын Аида деген, ой, мынаяқта ешкім жоқ қой, мен шамай қалдың ба деп маған діңкілдеп сөйлеп жатыр. Сосын барып мейлі дедім да бір стакан іштім. Одан кейін қайта өзіңіз іштіңіз ба? Күштеді ме? Күштеді ғой, сол қолыма қайта бере берді да, ұстатыпшы сол. Бұған дейін сіз ішімдік ішетін бе едіңіз? Жоқ. Мен вообще ішпейтінмін. Только бауырларыма қарап үйде отыратын. Үйде отқан адам. Неге іштіңіз біреудің айтқанымен? Ол маған діңкелеп сөйлеп жатыр, ол кезде мама екеуі жақсы араласып бастады ғой. Сосын іше салдыңыз, иә? Сосын іше салдым. Мен оны білген жоқпын ғой, сол түні сондай болатын. Сосын одан кейін не болды? Одан кейін сөйтіп қайта қолыма бере береді. Сонымен бір күні, бір кезде басым айналып, сол стол. Міне, мынандай кеседен неше? Жоқ, мынандай кесе емес, андай өзінікі мынандай несі бар ғой. Қанша іштіңіз? 4-еу ма? 5-еу ма, сондай. Сосын мас болып қалдыңыз ғой? Мас болдым, но қатты емес. Есімді білем, но бірақ басым айналып жатыр. Одан кейін не істедіңіз? Одан кейін мынандай осында стол тұр ғой, соның үстіне ұйықтап қалған бүйтіп. Ұйықтап қалсам, Аида мені мойнына асып, екінші этажға барып, екінші этажда төсек салынып тұр екен. Жерде, диванда емес. Жерде төсек салынып тұр екен, сол жаққа барып жатқызды да, өзі шығып кетті комнатадан. Шығып бара жатып бір нәрсе айтты ма, әлде кетіп қалды? Жоқ, кетіп қалды бірінші. Сосын бір минуттан кейін қайттан кірді да, сезім қазір мен келем я деді да, қайттан шығып кетті. Одан кейін қайта кірді да, маған сезім тұр деді да, жұлқылап оятты. Сосын мен тұрғызды, тұрғанда мен көзімді ашты, не болды деп сұрап жатырмын ғой. Сосын ол айтты маған, сезім қазір ағаң екеуміз келеміз, сен қорықпа я деді да, шығып кетті. Сіз бірақ түсінбей жатсыз, не үшін келе? Түсінбей жатырмын, не үшін деп. Сол кезде мен одан сұрадым, не үшін десем, кетіп қалды өзімен өзі. Сонымен бір 5 минуттан кейін ба, екеу тұржағаны шықырып келді комнатаға. Іш киім ештеңе жоқ? Еш нәрсе жоқ, тұржағаны кіріп келді екеуі да. Сосын Аида мен жаныма, то есть мен оятты да қайтты айтты, сезім сен қорықпашы, біз осыны бәрін папаңның андай істегенін ұмыттыру үшін, и осыны да ұмыттыру үшін істеп жатырық деді. Сен ойыңда еш нәрсе қалмайды, осыны бәрін сен үшін істеп жатырық қой деп, әйтпесе мен сені байыңмен жатқызбайтын едім деді. Сосын сіз не дедіңіз? Сосын мен айттым, ана уже жеңіс деген менің үстіме келіп отырып алды да, өзімен өзі тұрмай қойды. Аида жанында жатыр, ол еш нәрсе жемейді. Өзімен өзі жатты. Сонымен мен жылап бастадым, жеңісті итердім. Аидаға айттым, жібер, қолымнан ұстаған ғой аяғымнан. Сосын жібер қолымды дедім да. Сосын шығып кетіңдер бар екеуіңді десем, анау деген не болды сонша айғайлап, сен үшін істеп жатырық қой бәрін деп. Аида ма? Иә, сол маған айқайлап сөйтіп айтып жатыр да. Мен сосын керек емес, бар жеңісті алып кетші деп жалындым мен оғаншы. Одан кейін уже маған жеңіс деген тиісіп жатыр да, алдыма отырып алады да, мен қолымды ұстап тұрады. Сосын мен қарсыласып жатсам, Аида деген бас жағымнан келіп, менің үстім шешіп жатыр да. Үстіңіздегі топик шешіп жатыр ма? Иә, бәрін шешіп жатыр ғой. Бас жағыма кеп үстім шешеді, аяқ жағыма кеп немді шешеді ғой, шалбарымды. Содан мен қарсыласып жылап жеңісті үстімнен түсірамай қойғаннан кейін уже жеңіс деген тиісе бастады маған. Сүйіп, құшақтап, аймалап деген сияқты ғой. Сосын сөйтіп істеп жатқаннан кейін Аида дым болмағандай жатыр өзімен өзі. Жеңістің бір қолы Аидада. Жақсы. Зорлықтың белгілері болды ма? Иә. Менің сұрағымды түсіндіңіз ғой, иә? Әйелінің көзінше болды демек, иә? Әйелі істетіп отыр осының бәрін. Сосын ары қарай не болды? Ертеңінен сіз үйге келдіңіз ғой? Ертеңінде мен тұрдым. Басым ол кезде айналып жатыр, сағат қанша?
бір обедке дейін солардікінде отырдым. Сонымен құстым, ертеден кешке дейін негізі құстым мен. Сіз кешке дейін соның үйінде болдыңыз ба? Төртке дейін соның үйінде болдыңыз. Төртке дейін мен ауырдым да, құсып қайта кете алмай қалды, кетуге мұрша болмады ма? Иә, туалетке қайта барып мен құса бердім да, сонымен болмай баратқан соң Аида скорый шақырды үйге. Жедел жәрдем қызметі келді? Иә, келді. Қандай көмек көрсетті? Сосын маған айтты, қай жерің ішің ауырып жатыр ма деген соң, мен білмеймін, өзіммен өзім құсып жатырмын дедім. Олар арақтың иісін сезді ме? Білмеймін. Жәрдем қызметкерлері? Білмеймін, маған ешнәрсе айтқан жоқ, сезді. Только менің ертесі сол айтып еді ғой, бағана Аида сіңіліме ертесі келесің деген соң, сіңілім сағат 10-11-ге таман келді үйге. Сіңіліңіз сіздің ауырып жатқаныңызды көрді? Көрді. Жедел жәрдем қандай көмек көрсетті сізге? Келді ғой жедел жәрдем? Иә, укол құсқанды қойдыратын укол салып кетті. Сіз айтпадыңыз ба жедел жәрдемге түнде болған оқиғаны? Айтқан жоқпын. Қорықтыңыз ба айтуға? Иә, ол кезде бір таныс тәте келді. Одан кейін жәрдем кетті, сосын не болды? Жәрдем кеткеннен кейін сіңіліммен амандасып жатқан ғой, құшақтап сол кезде маған айтты, сіңілім, сезім үстінен андай арақтың иісі шығып жатыр ғой, не ішіп алғансың ба деді. Демек, кішкентай қыз сезсе, жедел жәрдем қызметкері де сезу керек қой оны. Сосын сіңіліңізге не деп жауап бердіңіз? Жоқ, мен ішкен жоқпын, қуатсың ба дедім, кетіп қалдым. Жақсы. Үйге қашан бардыңыздар? Үйге сіңілім екеуміз сол кезде бардық, такси шақырып. Үйге келіп, дереу айттыңыз ба анаңызға? Айтқан жоқ, мама ол кезде ана аяқта диванда жатқан ғой, ауырыпшы өзі ауырады ғой аяқтары. Сол жатқан, ара екеуміз үйге келдік, сонымен мама сұрады, не істедіңдер, бардыңдар ма деді. Сосын жоқ, барған жоқ, бізді үйін жинату үшін шақырған дедім да, жерге төсек салдым да, ұйықтап қалдым. Қашан айттыңыз? Сол біраз уақыт өткеннен кейін, 2 ай бұрын, 2 айдан кейін айттым. Мынау алаяқтық ісі басталғаннан кейін барып айттыңыз, иә? Ал егер алаяқтық іс басталмаса, мүлдем айтпайтын ба едіңіз? Негізі айтатын ойым болып жүрді менің. Бірақ енді неге айтпадыңыз дереу? Өйткені ол сізге бөтен адамдар. Ол мені қорқытты ғой. Не деп қорқытты? Ол маған айтты, сезім сенің осының бәрін мамаңа или басқа біреуге айтсаң, біз сенің папаңның болған оқиғаны бүкіл елге терісінен жайып тастаймыз деді ғой. Қарындасым, қарашы. Дәл осындай оқиғасы бар жасөспірімдер өте көп. Және қорқып айтпай жүргендер де көп. Айту керек пе екен, әлде қорқып жүру керек пе екен? Айту керек екен. Қазір енді психологпен жұмыс бар ма сізде? Иә, бір психолог бар, қатты жақсы араласамыз. Ол қайда, осы Қордайда ма? Онлайн ба, офлайн ба? Онлайн, өзімнің мектепте оқитын психолог бар. Сонымен қатты араласам, басқа ешкім керек емес. Алматыдан, сырттан ешкім жәрдем керек емес пе? Керек емес. Қазір енді анаңызға не айтқыңыз келеді? Анаңызға өкпеңіз бар ма? Ішімде шықпай қалған бар. Қандай өкпеңіз бар? Айтыңыз. Онда бөлек айтасыз ба өзіңіз? Бірақ оны айту керек. Жақсы ма? Қазір мен енді сіздерден сұхбат алдым. Сіздерден шығып, полиция департаментіне барам. Менің жалғыз ғана сұрағым бар, неге ол кісі жаңағы ерлі зайыпты әлі күнге дейін бостандықта? Осы сұрақты қоямын. Сезім, сізге ояр соңғы сұрағым. Осы айтылған деректердің барлығы 100% рас па? Иә. Мен өтірік айтып тұрған жоқ. Жақсы. Солар жазаларын алса кейін деймін. Как будто өзімді керексіз адам құтап сеземін. Мына қоғамға керексізбін деп ойлайсың ба? Иә, только өліп тынсам ба деген ой ғана болады менде. Ойламай десем де ойыма сол келеді. Осы уақытқа дейін қаншама сынақ көріп келе жатсың. Бірақ болашағын бұлыңғыр емес, баянды болу керек. Ол үшін біз қоғам болып атсалысамыз. Сезім, жақсы ма? Ондай ой сені мазаламасын. Яғни өз-өзіме қол салам, қиналып кеттім дегенде ой мазаламасын. Жасың небәрі 15-те. 3 жылдан кейін кәмелетке толасың. Жарқын болашақ күтеді. Просто кішкентайымнан бері Құдайдан тілеп келеттім, бәрі жақсы болып кетсе екен деп. Бірақ ол орындалмай, керісінше жаман не болып жатыр. Или өзім кінәлімін ба, соны бәріне білмеймін. Құдайдан көмек сұраймын, керісінше істеп береді.
жақсы сезім. Мен сізді естідім. Жалғыз мен емес, сізді барша қоғам естіді. Және осы істің әділ, адал болу үшін біз барлығын саламыз. Қолымыздан не келеді, аянып қалмаймыз. Қазір мен сіздердің баспаналарыңыздан шығып, полиция департаментіне барам. Ары қарай прокуратураға хат жазам. Бұл қылмысты қыз бұрмаланбауы тиіс. Егер сіздің айтып отырған сөзіңіздің барлығы рас болса, онда әлгі ерлі зайыпты жазаға тартылуы тиіс. Келістік қой? Алматы мен Қордай арасындағы сапарымызға аман-есен апарып келген Трас такси ұжымына алғыс айтамыз. Трас такси ұжымынан сіз де дәл осындай көлікті жалға алып, елге қызмет ете аласыздар. Уалейкум ассалам. Руслан Өтепбай деңіз. Біз Қордай аудандық полиция бөлімшесіне келдік. Қазір енді қылмыстық іске қатысты мән-жайды полиция бастығынан білетін боламыз. Екінші қабат. Бастыққа? Вы записывались на прием? Қордай шамшырағын газетімен несімен подкаст түсіріп отыр. Қай жерде? Көрейін мен де қатысайын. Тоқтаңыз бір секунд. Смей ғой енді ол да. Тұра тұрыңыздар. Бір секунд тұрыңыздар. Сіздер қайдан келдіңіздер? Алматыдан келдік. Алқа, не дейікші? Тұра тұрыңыздар. Приемға жаздым, сосын бірақ... Жоқ, қазір бос емес па? Мен қазір білейін. Енді жаңа бос дедіңіз ғой, подкаст шағып отыр. Асхат мырза, ассалаумағалейкум. Есімім Руслан Өтепбай, журналист боламын. Алматы қаласынан арнайы келіп отырмын. Сізді мазаламайым. Бір ғана сұрағым бар, болды. Мынаны іле салайын. Проблема жоқ. Отырыңыз қазір. Асхат мырза маған Қордай ауданының тұрғыны хабарласты, есімі Айман. Таяуда оның 15 жасар қызын айтуынша ерлі зайыпты зорлаған екен. Осы бойынша арыз жазыпты. Сіздердің департаментке. Енді бұл жерде кәмелетке жасы толмаған. Бұл бойынша біз қылмыстық республика кодексінің барлығын айтуға болмайды. Негізі қылмыстық іс қозғалды. Бұл бойынша күдіктілер бар. Қазір бұл бойынша сараптама тағайындалып, сараптаманың қорытындысы бойынша күдіктілерді абақтыға жабылатын болады. Бұл жерде бір емес екі күдікті бар. Ол ерлі зайыпты ғой? Ерлі зайыптылар. Күдіктілер дәл қазір күдікті деп танылды ма? Күдікті деп қазір экспертизаның қорытындысынан кейін. Жоқ, экспертизаның қорытындысынан кейін таныла ма, әлі қазір танылды ма? Күдікті деп, Иә. олар қалай арыз жазылды, солай бұлар өздері күдікті қазір. Тура осы іс бойынша. Мен қараңыз, сұрақты нақтылап қоямын. Қылмыстық іс аясында ерлі зайыпты дәл қазір сараптамаға қатысы жоқ, күдікті ғой? Күдікті. Онда олар неге бостандықта жүр? Бұл бойынша айтып тұрмын ғой, жаңағы абақта қамау бойынша сараптаманың экспертизасын қалай келеді, қорытындысы соған сай болған жабылады. Жоқ, біздің қылмыстық кодексте, конституцияда егер кәмелетке толмағанға қатысты іс-әрекет болса, сараптаманы күтпей абақтыға, изоляторға, уақытша ұстау изоляторына қамауға болады ғой. Айтып тұрмын ғой бұл жерде. Бұл жерде бізде қазір 3 буынды қылмыстық іспен тіркеледі. Бізге арыз келіп жазылады, оның заңдылығымен прокурормен келіскен күнде абақтыға жабылып, болмаса басқа да іс-әрекеттер жүру бойынша. Одан кейін бар, біз біткеннен кейін оны прокурорға түсеміз, прокурор ары қарата сотқа жібереді. Бізде қазір 3 буынды ғой. Қылмыстық іс бойынша. Енді сіздер қазір бұны түсіріп жатсыздар ғой. Оны негізгісі кәмелетке жасы толмағанға байланысты оны
көп шығаруға болмайды. Білесіздер ма? Енді ол жаңағы кәмелетке жасы толмағанның анасы бар ғой. Анасының ертең арызы болу керек сіздерде. Қандай да қылмыстық іс бойынша барлығын бір жерге шығару үшін рұқсат болу керек. Или болмаса соттың шыққан қаулысы болу керек. Мынау танылды, мынау қылмыскер деп. Мынау осынша уақытқа жабылды деген сияқты. Сондықтан мен сіздерге ашық айтып тұрмын, ертең ешқай жерге ол шықпау керек негізгісі. Не шықпау керек? Жаңағы кімнің деректері, жасы кәмелетке толмағандардың қазіргі отқан қылмыстық істің барлық мән-жайы. Жоқ, сіз мені түсінбедіңіз. Маған мен өзім Алматыдан Қордайға келіп тұрған жоқпын. Менің проблемам бастан асады. Маған екі күдікті бостандықта жүргеннен кейін анасы шыр-пыр болып хабарласты. Демек, кәмелетке толмаған қыздың анасының рұқсаты бар менде. Дұрыс қой. Содан кейін мен бірінші... Енді ол қылмыстық іс болғаннан кейін, бұл жерде жалғыз сізде мысалы қазір сол тарапта тұрсыз ғой. Сізде қазір сізден де қолхат алу керек, бұл бойынша жарияламау бойынша негізгісі. Не үшін? Шыға тұрасыз, басшымыз звондап отыр еді, сөйлесіп алайын. Болғаннан кейін шақырасыз ғой. Полиция бастығы сыртқа шығуымызды өтінген соң, оператор екеуміз кабинеттен дәлізге шықтық. Мақсатымыз подполковниктің босағанын күту болатын. Осы аралықта өзге бір қызметкердің дәлізден бағанағы блогерлер қайда деген дауысын естідім. Ары қарай оқиға былай өрбіді. Емеспін мен, біріншіден. Блогерда емеспін. Сіз кім боласыз? Мен Сүрішкелісің. Көшеде жұмыс істеймін. Кім болып жұмыс Кешірім істейсіз? сұраймын. Мен кешірмеймін сізді. Сіз мен ар намысыма нұқсан келтірдіңіз. Енді айта беріңіз сұрағыңызды. Мен блогер емеспін, журналистпін Руслан Өтепбай. Кім? Журналист Руслан Өтепбай. Мені іздедіңіз ба? Иә, сіз іздедім. Неге іздедіңіз? Танысуға келдім сізбен. Жақсы, қуаныштымын. Болды ма? Қандай қызметтесіз? Осы жерде қызмет істеймін. Қандай қызмет? Сіз өзіңіздің құжаттарыңызды көрсетсеңізші. Қандай құжат көрсетіңіз? Өзіңіздің құжаттарыңызды қандай, мен білмеймін ғой, сіз камерамен келдіңіз. Жоқ, сіз бірінші құжат Маған көрсетіңіз. келіп неңізді көрсетіп отырсыз. Сіз маған келіп тұрсыз, мен сізге. Мен Сізді танымаймын. Сіз көрсетіңіз куәлігіңізді. келді, куәлік келіп отыр, осы шақырып отыр деді. Кім шақырып отыр? Мен сізді шақырған жоқпын. Білмеймін, осы жерде шақырып отыр деді. Мен сізді шақырған жоқпын. Мен міне полиция бөлімінің бастығына келіп тұрмын. Мен сізді танымаймын да, сізге сұрағым да жоқ. Өзіңіз келіп тұрсыз. Және менің сыртымнан қайда блогерлар дейсіз? Жоқ, сіз біріншіден сіз өзіңізді таныстырыңыз. Исполняющий обязанности заместителя по следственной работе. Жақсы. Енді мына кісіні танисыз ғой? Танимын. Иә, бұл кісі енді сырттан қайда блогерлар дейді. Осы дұрыс па? Енді онысын білмеймін, мен естимін. Баға берсеңізші енді сіз. Баға бергеніңіз, мен сіздің сөзіңізден естіп тұрмын. Мен камера бар ғой. Жақсы. Мен сіздерге ісім жоқ. Полиция бөлім бастығына келдім. Ол кісімен сұхбат жүргізіп жатырмын. Иә, сырттан хабарласып қалды, шыға тұруымды сұрады, мен шығып тұрмын. Сұрақ жоқ қой? Сосын сіздердің нелеріңіз бар ма? Тіркелдіңіздер ме астына? Тіркелгенбіз, бәрін істегенбіз. Полиция бастығы. Кіммен кірдіңіздер қазір? Білмеймін, бір кісі, мен өзім кірамаймын ғой енді. Бір дежурный кіргізді. Қалай ол сопровождениемен кіргізді? Сопровождениемен кіргізді, иә. Мен өзім кірамаймын ғой, бұл бақылаудағы. Қайсы ана қыздың делосымен келіп тұрсыз? Қыздың делосымен келіп тұрмын. Қыздың өзі қайықта? Қыздың өзі сотта. Маған қыздың өзі керек емес. Мен полиция. Сіздер неге бұл тәуелсіз мемлекет қой, құзырлы орган. Мен құзырлы органнан жауап ала аламын. Сіз бірінші алдын ала сіз есі бір нәрсе съемка жасайтын болсақ сіз деген хотя бы бір ескерту Жоқ, мен бас салып ондай болмайды ғой ондай. Есіміңіз кім? Есім Төлеген болады. Төлеген мырза, мен бас салған жоқпын біріншіден. Жоқ, сіз қазір мен рұқсат сұрадым. Камераңызды қосып алып, мына жақта бастық кабинетке кіріп келесіз. Сіз бірінші алдын ала жүріңізші. Бастыққа жүріңізші. Жоқ, сөйлесіп olsun. Сіздер алдын ала кішкене уведомлять ету керек қой, осындай бір іспен келіп тұрмыз деп. Дұрыс па? Өте дұрыс. Енді мен сөйтіп істедім ғой. Келіп тұрмын ғой. Сіз білмеймін, камераңызды қосып алып, камерамен қорқытасыз ба бізді? Мен камерамен қорықпаймын. Камерадан Құдайға шүкір 15 жыл істеп келе жатырмын. Бұл камера. Онда неге ешқандай заңсыз әрекет жасап жатқан жоқпыз. Жақсы, Төлеген мырза, мен сізге сұрағым жоқ. Мен бастықпен сөйлесіп жатырмын. Бастыққа хабарласып шақыртып жатыр. Не деп шақырып жатыр? Бұл кісілер қалай кірді? Кім сопровождениесімен кірді? Маған өзі айтсын бастық онда. Бастық енді ол сіз арқылы айтпайсыз ба? Сіз
қалай кірдіңіз? Бұл режимный объект, дұрыс па? Біріншіден мен өзім кіре аламын ба? Логически Жоқ, ойлаңызшы. енді сіз кім арқылы кірдіңіз? Дежурный арқылы кірдім. Мені кіргізді. Астындағы дежурный ма? Бізде Жоқ, одан сырттағы дежурный. Сырттағы дежурный. КПП-дағы ма? Иә, КПП-дағы дежурный кіргізді. Бастыққа келді. Бастықтан рұқсатын сұрады. Сосын мен кірдім. Хорошо. Қазір кірдім. Алмат мырза, мен бір сұрақ қоямын, шығам. Мен жібере салыңызшы. Бастық айтсаңызшы, халық келіп тұр деп. Сөйлескеніңізге 10 минут болды ғой, мен бір-ақ сұрақ қоямын, мен жібере салам, болды. Шамамен 20 минуттан соң Қордай ауданының полиция бастығы кабинетінен дәлізге шығып, бізбен қайта танысты. Сіздер кімдер болсыздар? Сіз мен өзім таныстырдым ғой. Естімедім, мен ешқайдан таныстырып жүрсіз. Таныстырайын. Таныстырайын. Мен ұстап тұрайын. Руслан Өтепбай, журналистпін. Көрсетіңізші құжаттарыңызды. Сіздер сөйлесіп бастық, жұмыс әрекетке кедергі келтіріп отырсыздар ғой. Сіз менің кабинетіңізге кірдіңіз ғой. Иә, Сұхбат жүргіздіңіз. дұрыс. Сосын сіз не дедіңіз? Қазір мен жоғары Жоғарыдан. жақтан. Не қайтып есікті ашып жатсыз? Енді мен рұқсатым тоқылдаттым ғой. Одан кейін мен өзімнен өзім есікті ашқан жоқпын. Менің сіздің адамдарыңыз маған келіп сіздің атыңыздан сөз сөйледі. Мен айттым, жоқ, мен полиция бастығымен сұхбаттасып отырмын. Қандай сұрағыңыз бар еді? Сұрағыңыз бар еді ғой? Сұрағым бар ғой енді. Айтсаңызшы. Енді сұрағым күдіктілер неге қамауда емес? Міне осы ғана сұрақ Мен сізге болды. жауап бердім ғой, экспертиза болады. Қазір қылмыстық республика Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс, процессуалдық кодексінің 201 бабы бар. Оны жарияламау бойынша. Қазір мен тергеушіге айтамын, сіз ол бойынша қол қойып кетесіз, бұны жариялауға болмайды. Қылмыстық кодекстің қазір барлық мән-жайларын айтуға болмайды негізі. Сіз мен ешқандай мән-жай сұраған жоқпын. Менде жалғыз ғана сұрақ болды. Камера Мен сізге көріп тұр. жауап бердім. Енді неге Сізге- аса мен ауыр осымен қылмыс болғаннан кейін үшінші неге жолдан қылмыстық прокуратура кодексте- қаулы шығармады 78 сағатқа қамауға? Мен сізге жауап берген 3 буынды бізде бар. Ол жерде келісім бар. Ол жерде қазір сараптама тағайындалады, сараптама тағайындас қорытындысы келеді, ол бойынша шешім қабылданады. Түсінікті ма? Асхат мырза, Болды ма? Жауабыңыз? Енді Жоқ, басқа тағы- сұрақтарыңыз барлығы бізде пресса бар департаментте. Гүлсара Рахымжанның телефонын берейін, содан тікелей алыңыз барлығы. жақсы, рахмет. Келістік па? Жақсы. Полиция бастығының жауабын естідіңіздер. Екі күдікті дәл қазір бостандықта жүр. Неге деген сұраққа сараптама нәтижесін күтудеміз деді. Алайда сараптама нәтижесін күтпей-ақ 72 сағатқа прокурор санкция бере алатын еді, қателеспесем. Қызықтың барлығы далаға шыққан соң басталды. Полиция қызметкерлері әлдебір қағазға қол қоюымызды талап етті. Мен қоймаймын ешқандай қағазға қол. Мен қоймаймын ешқандай қағазға қол. Бұлардың айтуынша мен әлдене бір қағазға қол қою керекпін, осы ақпаратты ешқайда шығармау үшін. Мен журналист болғаннан кейін келіп тұрмын ғой шығару үшін. Сіздер қызықсыздар. Қол қоюдан бас тартқан едік, полиция бөлімнің кезекшісі сыртқы есікті бұғаттап, операторымның бөлімшеден шығуына тосқауыл болды. Есікті ашып жіберіңіздерші. Алмат, есікті ашып жіберіңіз. Шығады. Бар, Алмат. Ашыңызшы есікті, шығып кетсін. Оператор, кім айтты шықпай тұрсын деп? Біздің құқықты бөгеп жатсыздар ма сонда шықпай тұрсын деп? Ау? Кім тапсырма берген шықпай тұрсын деп? Кезекші айтсаңызшы. Кімсіз сіз? Енді ана неде кнопка сіздің қолда тұр ғой. Өтіңіз, Мына жерде қаншама халық тұр. Сізді күтіп тұрмыз біз. Есікті ашыңызшы. Кезекші. Күтетін уақыт жоқ бізде.
Не біле, не бассыздық мынау? Сіздер не үшін келіпсіздер? Арыз жазуға ма? Қабылдауға ма? Пресс-службадан? Журналистсіздер ма? Кімге келіп тұрсыздар? Бастыққа келіп тұрсыздар ма? Барлығы енді түсінікті болған секілді. Өзім түсінген жайтты сіздермен бөлісейін. Бұл қыз бен жігіттер аудандық газеттің журналистері, менің әріптестерім. Полиция бастығынан газетке сұхбат алуға келіпті. Ал полиция бөлімшесінің кезекшісі мені және операторымды осы журналистермен шатастырып, оп-оңай бастықтың алдына кіргізіп жіберді. Полиция бастығы аң-таң, ал менің жолым бұл. Есіктің арғы бетінде біраз уақыт кідіріп сыртқа шықтық. Келесі аялдама 15 жасар қыздың қылмыстық ісінде күдікті деп танылған ерлі зайыптыдан сұхбат алу болатын. Полиция бөлімшесінен шықтық. Айманнан ерлі зайыптының мекен-жайын алдық. Сол мекен-жай бойынша үйге келіп тұрмыз. Қазір енді көрейік үйде кім бар екенін. Өкінішке қарай үйде ешкім жоқ секілді. Өкінішке қарай ерлі зайыпты үйлерінде болмай шықты. Ал араға 3 күн салып, жәбірленуші тараптың адвокатынан сұхбат алдым. Біз өз кезегімізде осы жәбірленушілердің заңгері ретінде барлық қолдан келген заң аясындағы шараларын қолданып жатырмыз. Енді әрине жаңағы тергеудің сырын қыр-сырларын айтуға бізге тыйым салынады. Сол себепті қазіргі таңда осы аталмыш іс бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығын айтқымыз келеді. Және де барлық осы дәлелдемелер жинақталып болғаннан кейін тиісті шешім қабылдау үшін оны жаңағы аудандық прокуратурамен бірлесе отырып, яғни мақұлдай отырып, істі сотқа жолдайтын болады. Енді қазіргі таңда алдын ала ешнәрсе айту мүмкін емес, бірақ тек қана айтатынымыз осы іс бойынша қолға алынған істі соңына дейін жеткіземіз деп уәде береміз. Жамбыл облысы Қордай ауданында орын алған жағдай туралы бар мәлімет осы. Тергеу бітіп, сараптама шығып, іс сотқа жетсе, сіздерді құлағдар етем. Жәбірленуші тараптың құқығы қорғалып, қылмыстық іс бұрмаланбау үшін бұл істі назарда ұстайым. Ардақты ағайын, ол қыздарымызға өте абай болайық.